Бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Бұл мобилографияның кезекті бір жаңа сабағы. Қош келдіңіздер. Бүгін айтатын затымыз ағылшынша golden middle дейді, қазақша алтын уақыт. Ол қандай десеңіздер, күннің батысы және күннің шыққаны. Бұл ең маңызды, ең керемет уақыттардың бірі. Осы күнде болмаса да анда-санда әдемі рассвет пен закат, күннің атқаны мен батқанын көріп қалсаңыздар, сол кезде біле жүріңіздер. Бұл ең алтын, ең суретке түсіретін уақыттардың ең керемет уақыттардың бірі. Мысалға, сіздер экспозицияны дұрыс қойсаңыздар, артындағы күннің сәулесін дұрыс көрсетесіздер. Егер де көтерсеңіздер, онша көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде алдыңғы сабақтардағыдай экспозиция маңызды. Мынау бізге керек емес пространство, воздух дейді. Оны сіз композициямен жай ғана дұрыс қоя аласыздар. Пустой пространство, оны воздух емес, оправданы. Неге десеңіз, аспанда бұлттар бар, пересветті алып тастаймыз кішкене, және сол үстіндегі пространствоны, үстіндегі бос орынға сіз неше түрлі жазулар жаза аласыздар. Неше түрлі мотивациялық сөздер қоюға болады ғой. Ол міндетті түрде емес, әр суретке қою. Егер ойыңызда бір айтатыныңыз болса, қойыңыз. Жай ғана әдемілік үшін қойған, ол бір мақтан нәрсе емес. Мысалға, менің артымда қазір әдемі закат тұр, қараңыздар, әдемі закат. Бірақ та ол пересвет болғандықтан көрінбейді. Ал мен ол фокусты мына жаққа алсам, мысалға, көрінеді, бірақ менің түрім қараңғы болып қалды. Сіздерге суретке түсірген кезде бар болса, жарды қосыңыздар. Мен қазір міне қостым. Мысалға, қостым, не көрдіңіз ба, өзі баланс жасап береді. Оны түсірген кезде де бетімде жарық, арт жағы да көрінеді. Сондықтан HDR жоқ телефондар болуы мүмкін, олар былай. Міне. Осындай бір ортаңғы бір не бар, золотая середина дейді, не болмаса, балансты дұрыс біліңіздер. Өйткені көп адамдардың проблемасы сол, балансты ұстай алмай қалады. Одан кейін тағы бір момент. Көрдіңіз бе, мысалға артқың жағым күннің бар екенін көрінеді, бірақ артында не екенін көре алмаймын. Опять-таки. Настройкамен, яркостьпен жұмыс істеңіздер, светпен көп ойнаңыздар. Өйткені свет өте, ойнаған, экспозициямен ойнаған өте маңызды. Жай ғана фокусты басып салсаңыз, ол міне, көрдіңіз бе, мен жай ғана фокусты бастым. Мына жердің бәрі пересвет, мына жердің барлығы пересвет шыққан. Мысалы, түсірсем әдемі ғана бір балансты ұсты. Сол балансты ұстай білу өте маңызды. Мен өзім табиғатты көрген кезде қатты толқып кетем. Қазір сол толқып сіздерге онлайн сабақтың онлайн болғандығы солғы жақсылығы әдемі нәрсені көрсете білу. Қараңыздар, мына жерде мынандай сурет. Сіздер суретіңізді түсірген кезде бұлай түсіріпсіздер. Суретіңіз мынандай форматта түсірген, горизонталды түрде. Сіздер оны түсіріп, историяға салмаңыздар. Оны желательно вертикалды түрде түсіріңіздер суреттеріңізді. Горизонталды түсірген суретіңізді салсаңыз, мына үстіндегі екі керек емес пространство болып қалады. Бос орын тұрып қалады. Сондықтан да мынандай сурет болып қалады. Сондықтан егер историяға салам десеңіздер, желательно осындай вертикалды түрде салыңыздар. Мына жерде де мынау жақсы. Бірақ мына жерде эффект өте көп қатты қосып жүргенсіздер, снапсидпен көрініп тұр. Осындай снапсидпен жұмыс істегенде мына жерде перспектива дұрыс емес. Мен камераны сәл жоғары көтеруге болатын еді. Текстіңіз сәл үлкен болған, сәл кішірейтетін едім. Сурет жақсы шыққан, идея жақсы, тексті кішірейтуге болады. Мына жерде перспектива, мына линияны көрдіңіздер ме? Сәл ортасына тұрып симметрияны қолдануға болатын еді. Сондай қарапайым қателіктер бар, соларды түзеуге тырысыңыздар. Бір нәрсені келісіп алайық сіздермен. Мен енді осы курсты жасап жатқанда, былайша айтқанда, от души жасап жатырмын, сіздерге барлық білетінімді айтып түсіндіруге тырысып жатырмын. Мысалға, кейде андай ортасында айтпай ұмытып кететін, курсты жазу барысында бір моменттер болуы мүмкін. Соларды ұмытып кетуі мүмкін. Сол үшін сіздерге енді бұл мобилография болу үшін мобильді түрде тез информацияны, жетпей қалған информацияны жіберіп тұру үшін тек қана сіздерге арнап бір телеграм канал аштым.
Telegram каналдың ссылкасы мына жерде. Qran Mobile деп тұрады, немесе мобилография деген атаумен. Сол жерге жазылып қойыңыздар. Ол жерге тек қана курсқа жазылған адамдар үшін информация шығып тұрады. Бұл бір. Екі, енді алдағы уақытта біз осы курс басталмастан бұрын обработка жасаған кезде сіздерге бір предложениялар бар. Мысалы VS Code ол жерде эффекттер бар, эффекттерді фильтрлар сатылады платный. Енді барынша сіздер сатып алмасын деп біз өзіміз дайындап, бір аккаунт дайындап қойдық. Сол аккаунтқа кіріңіздер. Мына администратор бар, мына жерде қазір администратор бала, ол да жазып отырады. Сол аккаунтқа кіріңіздер. Ол жерде біз сатып алып қойған фильтрларды сіздер VS Code'ға кіріп қайтадан тегін қолданасыздар. Грейд жасап алыңыздар суреттен видеоға. Егер шынымен осы сабақтардың сіздерге пайдасы бар болса, апгрейд жасап алыңыздар. Және ақша төлеуден қысылмаңыздар. Қысылмаңыз деген қалай айтсам, жалқа болмасын да. Неге десеңіздер, мынандай бір қызық нәрсе бар. Негізі мен сіздерге үйретіп жатқан нәрсенің барлығы интернетте бар. Және де университетте үйрететін білімнің барлығы интернетте тегін үйреніп алуға болады. Бірақ біз адамның өзі солай қалыптасқан. Егер де біз біреуге ақша берсек, мен ақша төледім ғой деп, ананы тағы да үйренуге барынша көбірек білім алуға бір ынта пайда болады. Негізі ақшаны сіздер сол үшін төлеп жатсыздар. Өздеріңіздің психологияларыңыз үшін. Ол сондай бір қызық нәрсе. Мен де мысалға қымбат курстарды сатып аламын, хотя олар негізі интернетте бар. Бір-біріңізге видео жіберген кезде, не болмаса сурет жіберген кезде өтініш WhatsApp'ты қолданбаңыздар. Егер өте андай маңызды Instagram'ға салатын, не болмаса документтің качествосы жоғалмас үшін Telegram'ды қолданыңыздар. Telegram WhatsApp секілді бір мессенджер, бірақ та Telegram'ның бір жақсы жері бар. Telegram качествоны жоғалтпай Telegram'нан жіберуге болады. Мен сіздерге қазір көрсетемін қалай істеу керек екенін. Естеріңізде болсын, WhatsApp бір жіберген сайын качествосы құртыла береді, және құртыла береді. Егер де бір маңызды документтердің суреті болса, маңызды заттардың суреті болса, Telegram'ды қолданыңыздар. Telegram'ды қолдана отыра файлды жіберіңіздер бір-біріңізге. Файл, мынаны басасыздар. Міне файл деп тұр. Фото, не болмаса видео. Және кез келген бір документті, мына документті алдық. 2,83 мегабайт деп тұр. Көрдіңіз, осыны файл ретінде жіберсек, 2,8 мегабайт болады да. Ал тура соны біз фото, не болмаса видео ретінде жіберетін болсақ, качествосы сәл азайып қалып. Не, Дархан мырза маған жіберді. 2,4 мегабайт, көрдіңіз ба? Енді өзіңіз қараңыз. Качествосы мынада әлде қайда бірталай жақсы сақталып қалған, ана суреттен қараған кезде. Өйткені мына жерде біраз жоғалған качествосы. Резкость дейді ғой біздің. Сондықтан сіздерге өтініш файл ретінде жіберуге тырысыңыздар. Бұл кішігірім тағы да бір сабақ болды сіздер үшін. Енді біз негізі менің ойымша суреттің основасын түсіруді осымен аяғына келіп жатыр. Енді келесі сабақ, ең маңызды сабақтардың бірі, ол обработка дейді. Яғни телефонда қандай бағдарламалар арқылы оны монтаждау, суретті әрлеу деген сияқты заттарды сіздермен бірге үйренеміз. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Классикалық түрде Дархан Жүздің музыкасы.